жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бүгін өрік туралы айтайық. Өрік ағашы гүлдеп, тәтті жемісті тұтынатын мезгілде алыс емес. Бала кезден таныс дәмнің ағза үшін қандай пайдасы бар екен? Бүгін осы жөнінде сіздерге азды көпті мәлімет берейін. Өрік негізінде раушан гүлдер тұқымдасына жататын қара өрік тұқымының ағашы. Өрік жемісі етті немесе құрғақ сүйек жеміс жұрындалған, әдетте сары, қою сары түсті болады. Өрік жұмсағының химиялық құрамы мен пайдалы қасиеттері мынада. Жұмсақ өрік жемісі, яғни сүйексіз етті өріктің 10,5% қанттан тұрады. Алма қышқылы, шарап қышқылы, лимон қышқылы, крахмал, пектин, илік зат, дәрумендер, иод, калий тұзы, натрий тұзы, фосфор тұзы, темір тұзы осы жерде кездеседі. Өрік шырынымен кептірілген өрік жүкті әйелдерге және бала емізетін әйелдерге өте пайдалы. Сонымен қатар қан аздық, авиотимоз кезінде өрік жемісін тұтыну құпталады. Ұзақ қалжырататын аурулардан кейін рационға өрікті қосу ұсынылады. 2 жылдан бері біз отбасымызбенен өрік шырынын үзбей тұтынамыз. Барлығымыздың да, яғни отбасы мүшелерінің гемоглобин өлшемі жақсы көрсеткішті көрсетуде. Құрамында С дәруменінің молдығы суық тию мен жұқпа аурулардың алдын алуға көмектеседі. Өрік құрамына кіретін А витаминдер негізі көз көру мүшесінің саулығына оң әсер етеді. Сонымен бірге тері денсаулығы мен ағзаның түрлі ауруларға төтеп бергіштігін ұлғайтады. Өрік құрамындағы жоғарғы деңгейдегі Б дәрумендер тобы жүйке және жүрек тамыр жүйесіне жақсы әсерін береді. Өрік дәнін косметикалық заттарды жасауға пайдаланылады және одан май алады. Өріктер ас қорыту мүшелерінің жұмысын реттейді. Сондықтан іш қату кезінде осы жемісті тұтыну ұсынылады. Жемістің құрамына кіретін заттектер қан түзілуге жақсы әсер етеді. Оған қоса өріктер ағзаны уланудан тазартады. Артық холестеринді сыртқа шығарып тастайды. Өрікті тұтынуға болмайтын жағдайлар. Құрамында қант көп болғандықтан қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл жемісті мүлдем тұтынуға болмайды. Жаңа піскен өріктер қышқылдығы жоғары гастритпен ауыратын адамдарға зиян болады. Сонымен қатар бауыр, панкреатит, асқазан жарасы және ұлтабар аурулары кезінде өрікті тұтынуды шектеген жөн. Өріктің мөлшерден тыс көп тұтыну іштің бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Сонымен қатар бұл жемісті шамадан тыс көп жеу артериялық қысымның түсуіне және бас айналуы ұрындыруы ықтимал. Өріктің денсаулыққа пайдасы туралы бірнешеуін сізге айтып өтейін. Бірінші, олар біздің жадымызды жақсы жағдайда ұстайды. Бізді альцгеймерден қорғайды. Екінші, олар біздің көңіл күйімізге көмектеседі. Олар депрессияға қарсы біздің одақтасымыз. Олар бізге қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі. Іш қату мәселелерін шешуге көмектеседі. Өрік біздің қанымыздағы артық маймен күресуге өте жақсы. Бізге артериялық гипертензияны бақылауда көмектеседі. Бұлшықеттің жиырылуын реттеуге пайдалы. Диабеттің алдын алудағы одақтастар екен. Біз салмақ тастағымыз келсе, өрік маңызды функцияны орындайды. Артық салмақтан арылғыңыз келсе,
өріктің шырынымен өзін көбірек тұтыныңыз. Біздің тістерімізді қуыстардан қорғайды. Остеопороздың алдын алады. Өрікті тұтынудың мынанша тәсілдері бар. Жаңа өрік жеу. Өрік шырынын күнделікті пайдалану. Қара өрікті тұтына білу. Өрік іс жүргізетін компот ретінде арасына нават қосып, сондай лимон қосып, тәтті етіп дайындап пайдалану. Біздің елімізде өріктің алуан түрі бар. Соған қарамастан, олардың құрамы мына заттардан тұрады екен. Органикалық қышқылдар фолий, пантотеник, аскорбин, ретинол, токоферол, рибофлавин, целлюлоза, күл және крахмал, судың көп мөлшері, қант тамырларын күшейтетін П дәрумені, иммунитетті арттыратын С дәрумені, көзге өте пайдалы А дәрумені, Е дәрумені, В1, В2, В6 және В9, В5 дәрумендеріне өте бай. Бета-каротин, никотин қышқылы, ПП, перидоксин, дисахаридтер және тиамин. Қара өрікті компот етіп пайдалануды ұсынатын едім. Ол жемісте минералдардың мөлшері өте көп. Атап айтқанда, мыс, калий, темір, кальций, фосфор, кобальт, йод және хром, натрий, молибден, күкірт және мырыш, кремний, фтор және никель. Өрікте қанша қант бар екенін білесіз бе? Жемістерде табиғи қант өте көп. Бір жемісте 3,4 граммға дейін және өнімнің 100 граммға 10 граммға дейін. Жаңа өріктің гликемиялық индексі 22-ні құрайды. Өрікте қанша көмірсу бар екенін білесіз бе? 100 граммға шаққанда 100 грамм қара өріктің жемістері шамамен 11,5 грамм көмірсуды құрайды. Олардың барлығы қант, талшық және крахмалмен ұсынылған. Өріктің калориясына келейік. Өріктің калория мөлшері орта есеппен 100 грамм жемісте 40-45 калория құрайды. Дегенмен нақты көрсеткіш жеміс түріне байланысты болады. Өріктің балаларға арналған пайдалы жағын айтайын. Баланың денесі үшін өріктің пайдасы зор. Жемістер асқазан мен ішектің сау болуына, баланың иммунитетін нығайтуға, көру қабілеті мен жүйке жүйесін қорғауға көмектеседі. Өріктің сәбилерге пайдасы да, зияны да баршылық. Алғаш рет нәрестені 3-4 айлықта өніммен таныстыруға болады. Сонымен бірге сіз өрік немесе инфузия беруіңіз керек. 6 айдан бастап сіз қара өрік пен құрғақ өрік компотын диетаға енгізе аласыз. 8 айдан бастап қайнатылған жұмсақ пюре сары немесе қызыл өріктен жасап берсеңіз болады. Кәдімгі көк өріктен алынған қара өріктің пюресін сәбиге 1 жылдан кейін ғана, ал жаңа піскен жемістерді 2-3 жастан ерте емес ұсынуға рұқсат етіледі. Зиян келтірмеу үшін алдымен педиатрмен кеңесіп, қара өрікті баланың диетасына енгізу мүмкіндігіне көз жетіңіз. Өріктің адам ағзасына тигізетін пайдасы, емдік қасиеті көп. Ол қашан көмектесе алады және оны қалай қолдануға болады. Өрікті қара өрікпен емдеу келесі ауруларға пайда: гипертония, атеросклероз, бүйрек және бауыр аурулары,
тромбоз, жоғары температура кезінде суық, ісінуге бейімділік, жоғары холестерол. Сонымен қатар өрікті іш қату кезінде және иммунитеті төмен кезде, қаны аздық кезде, тәбеті жоқ кезде қолданған дұрыс. Жалпы бұл өріктің компотын немесе өзін күнделікті тамақ рационымызға қосып қоюды ұсынатын едім. Себебі өріктің зиянына қарағанда пайдасы 99%-ды құрайды. Құрметті оқырмандарым, видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.